Ассалаумағалейкум достар. Құрдас, дауысын танып көрдім. Қалай жағдай? Денсаулық қалай, амансыз? Біздің 4-ші маусымда ең тәтті жұптардың бірі еді бұлар. Бірақ енді шытырманды оқиғалар да болды. Біздің қызымыз как всегда қызғанып жүреді. Ізбасар оны вообще не істемейді. Өте мінезі мықтышы. Сабырлы жігіттердің бірі ғой енді. Біраз әңгімелер болды, біраз қалжың нелер болды. Бірақ енді тойын айта кетсек, тойы мықты болды кезінде ше. Тойына барып, жаңағы ауылға барып, кәдімгідей ат салысып сол жерде тойлағанымыз бар еді. Сол қош келдіңдер. Енді менің сезонымда отқан жігіттердің уже балалары бар. Уже 2 жыл өтіп кетті, бізде әлі жоқ деген секілді. Жаңа Ақерке маған мазақтап отыр да. Сенмен отқандардың уже балалары бар, сен әлі жүрсің деп. Сол секілді мына досымды көргеніме қуаныштымын, жұбайын да көргеніме қуаныштымын. Тек бұл кісілерге бақыт тілеймін. Осылардың жолын болсын, берсін. Бізге қарап отырсаң, кәдімгідей өнеге көрсететін, кәдімгідей біз айтсам екен, осыларға қарап пример ғой біздің. Шын айтайын. Өте жақсы жұп, жақсы отбасы, ұйымшыл екеуі де пысық. Ізбасардың өзі қалай пысық жігіт, мысалы. Сол сендерге тек қана ақ тілек, бауырым. Аман болыңдар, тіл көзден сақтасын, сендерді Алла Тағала. Сен де биылдан қалмай енді. Енді пәтерлерің көп болсын. Ақшаларым мол болсын, аман болыңдар. Үйге келесің ғой, шақырам ғой. Енді расымен де Наурызда бір жақсы жаңалықпен келіп тұрған, расымен де қуанып тұрмыз. Тағы бір қошемет тұрып қойшы. Шынымен де кәдімгідей. Енді шынымен де маған қызық болды ғой. Ақерке айтады, тәтеміз мықты дейді, яқты ағамыз мықты деп жатыр. Енді бір сұрақ қойғым келіп тұр, кімнің мықты, кімнің жүріп жатқанын білгім келіп тұр да енді. Бағана ортақ касса деп қалдыңыз ғой сіз. Ортақ касса болу керек деп. Кім ұстап отыр ақшаны? Жеңшең ұстайды. Әне мен мысалы тапқан адамды мықты деп есептеймін. Негізінде жалпы. Жоқ, негізі касса бізде бір общий телефон бар. Сол телефонда тұрады барлығы. Общий ғой бізде касса. Менікі емес, сенікі емес, бәрі общий. Номер кімнің артында? Мысалы, К деп шыға ма? Ізбасардың артында. Ізбасар деп шығады екен. Жоқ, ағамыз беріліп қойды, сіз алып шықтыңыздар. Бауыржан мырза, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Наурыз мерекесі құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Жеңгеміз ой бәрін ағамыз істеді деп айтатын болса мысалға да сол кезде міне еркектің мерейін көтеретін әйел сол кезде көрінетін болады да. Және де бізде енді тырмысып жатырмыз сіздер ұқсап үй алуға жаңағыдай осы жерден үйленіп шығып кетсек үй болып сол бірінші әйелімді өз үйіме кіргізуге тырмысып жатырмын. Сіздердің бақтарыңызды бізге де берсін. Пәтер алмай тұрып әйел алсам да күшті болатын еді негізі деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге де бақыт тілеймін, творчестволық табыс та тілеймін сізге. Негізінде жалпы